Мен алдыңғы жылдарда сабақтарға келіп жүрген кезде естеріңізде болса айтқан болатынмын. Құран сондай дүние. Оған жанасқан нәрсенің барлығы абыройлы, атақты, ардақты болып шыға келеді. Құран сондай дүние. Рамазан айында түскен үшін Рамазан айы ардақты болды. Құран түскен үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түскен үшін басқа пайғамбарлардан ардақты болды. Түндердің ішінде қадір түні ардақты. Неге? Себебі Құран түсті. Қадір сүресіне келеді ғой. Үмметтердің ішінде ең абзалы кім? Сіз бен біз. Неге? Бізге себебі Құран берілді. Ал ішіміздегі бірімізден біріміз артық боламыз. Қашан? Құранға деген мәмілімізге қарасақ, Құранға деген дәрежемізге қарасақ, содан ақ біле береміз. Яғни кім Құранды көбірек жаттап жатыр, кім оған көбірек амал етіп жатыр. Хайрукум, хайрукум, қайта-қайта айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ең хайырлыларың, іштеріңдегі ең хайырлыларың кім, я Расулаллах? Мән таалламал Құр'ана ва алламаху. Кейбір риуаятта ау алламаху. Құранды үйреніп үйреткендерің, Құранды үйретушілерің, яғни Құранға қатысы барлар, Құранға жанасқан дүние ардақты болып шыға келеді. Дәрежесі көтеріледі Құдайдың қасында. Енді кейбір адамдар ойлайтын шығар, енді біздің жасымыз кетті болды, енді ол жастардың тірлігі ғой енді. Намазымызды оқып жүре берсек болады ғой деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық қанша жасында келді? 40. Абу Бәкір Сиддиқтың жасы қаншада еді сол кезде? Арасы 2 жас. 2 жас 7 ай сондай. 38-де еді. Құран бірден түсе салды ма? 23 жылдың барысында түсті. Абу Бәкір Сиддиқ 23 жылдың ішінде демек не істеді? Құранды жаттады. 38 жасында бастаған болса, Құранның бәрі бірден түсе салған жоқ. Және ол кісі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға түскен аяттарды жаттап отырып, яғни қари болды, Құранды жаттады. Омар да жаттады, Хазірет Омар. Егер осы нәрсе маған қажет деп түсінсеңіз, қол жеткізбей қоймайсыз. Үй мен үшін қажет дедіңіз, тырыстыңыз, жұмыс істедіңіз, әрекеттендіңіз, я? Үйге қол жеткіздіңіз. Квартира тұрдыңыз, жинадыңыз, тырнақтадыңыз, қол жеткіздіңіз. Неге қажет деп білгеніңіз үшін. Намазды да мен үшін қажет дедіңіз, иманыңыз күшейді, үйренуге тырыстыңыз, бүйтіп үйреніп бітіріп, өйтірім қалды, құныттығам қалды, сол болса түгел болады, салауатым қалды деп жүріп, е? Түгел дедіңіз. Яғни қажет сіз үшін. Ол болмаса намазыңыз толық емес екенін біліп тұрсыз. Құранды да сөйтіп өзімізге қажет деп түсінейік. Бұл маған қажет. Алла маған жіберген кәлем бұл. Жаттауым керек, оқуым керек. Жәннатта дәреже, ең жоғарғы дәреже қарилардікі болады деп білем, пайғамбарлардан кейін. Неге? Себебі оқы, көтеріл, оқи бер, дүниеде оқығаныңдай оқы дейді. Соңғы тоқтаған аятың сол сенің дәрежең болады деп жатыр. Құранға жанасқан нәрсе, Құранмен байланысқан нәрсе Құран арқылы ардақталады. Біз көптеген қауымды осы кітап арқылы көтереміз дәрежесін. Көптеген қауымның осы кітап арқылы дәрежесін түсіреміз дейді Аллах Тағала. Худан линнас. Адамдарды тура жолға бастау үшін. Бұл кітап сізбен бізге берілді, адамдарды тура жолға бастау үшін. Енді осы аяттың соңғы жағында кімде-кім бұл айға жолығатын болса, яғни сол айға кіретін болса, Рамазан айы туралы айтып жатыр. Онда оразасын ұстасын дейді. Онда осы айдың оразасын ұстасын дейді. Рамадан айының. Кімде-кім ауру болатын болса, сапарда болатын болса, онда басқа күні ұстап бере қояды. Басқа күні ұстап бере қояды. Ол оның мойнынан қаза болып қалып емес, бәлкім мойнындағы дүниесі өтеу керек болған, сол күні ауырып қалды, басқа болды, тағысын тағы жолға шығып кетті. Онда басқа күні ұстап бере қояды дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан мына бір хадисті жеткізеді. Аллах Тағала былай деп айтты дейді. Адам баласының амалының барлығы өз үшін, ораза мен үшін. Оның сауабын мен берем деп айтты дейді. Біреуге жүктемейді Аллах Тағала, оның сауабын өзі береді дейді. Енді басқа амалдардың сауабын ше, оны да Алла береді. Бірақ оның бәрін періштелер бар, жазушылар бар, жазып отырады, түртіп отырады.
жер куәлік етеді, басқа тағысын тағы. Ал Рамазанның оразасының сауабына келген кезде Аллах Тағала мен берем деп тұр. Яғни жай әшейін мына дүниеде бір бастықтың өзінің қолынан барып алып атсаңыз, 2000 адам жұмыс істейді мекемеде, алғыс хат, премия басқа анау аударып жібере салады, біреу арқылы аласыз, а бастық өзі шақырып қойып солардың ортасында саған сыйын беріп отса ерекше құрмет қой. Алла субханаху ва тағала Рамазанның сыйын өзім берем дейді. Оған себеп болған нәрсе ол тамағын да, сусынын да мен үшін тыйған ет дейді. Басқа амалдарымыз ше, басқа амалдар кейде адамдар көріп қалуы мүмкін, мақтасын деген ойлар кеп кетеді. Намаз оқып тұрсаң, біреулер кіріп келатса, сәл ұзақтау оқу, рукуда әдемі жасау, сәждеде ұзақтау жату деген секілді бір ойлар келіп қалуы мүмкін. Айтпайсың ғой енді оған. Кейбіреулер енді жаңағы намекпен болса да бір нәрселер білдіруі мүмкін. Оразада мен оразамын деп айтпасаң, білмейді сені. Яғни жасыруға одан не көбірек мүмкіншілік. Одан кейін ешкім көрмеген кезде кіріп жеп алсаң да болады. Бірақ не істейсіз? Алла көріп тұр ғой дейсіз дағын. Ішпейсіз, жемейсіз, жүресіз, шыдайсыз. Басқа амалдармен салыстырғанда рия аздау. Өзің қолдан жасамасаң. Аузышыр неште дей деп, асырдың уақытынан сұрап тұрсаң, енді қасыңдағылар, о, машалла, ораза екенсіз қой деп жа. Бұда рия аздау. Сол үшін де Аллах Тағала мен үшін тыйды оны деп тұр. Мен үшін тыйды. Сол үшін оның сауабын мен берем дейді. Оразада біреу егер сіздерді сөгетін болса дейді. Ораза ұстаған кезде барынша ашуланбауыңыз керек, жаман сөз сөйлемейсіз, тыйыласыз. Енді біреу сізді сөгіп жатыр, қытығыңызды оятып жатыр, ашуыңызды келтіріп жатыр. Мен оразамын деп айтсын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен оразамын десін оған. Бәлкім кейбір риуаяттарда 2 рет келеді. Ғұламаларымыз неге 2 рет айтты? Мен оразамын деп. Неге 2 рет айтты деген кезде біреу өз үшін дейді. Мен айтар едім, бәлкім алғашқысы өз үшін. Оралхан, сен оразасың. Екіншісі әлгі адам үшін. Мен ораза едім. Ұрыспай-ақ қояйық, кейін сөйлесеміз. Мүмкін оның хаққысын жеп қойған шығарсыз. Немесе ол дұрыс түсінбей тұрған шығар. Әйтеуір бір шаруа ашуланып келді, бір нәрсе болды. Мен оразамын. Рия мақсатында емес. Анаға мен оразамын емес. Ұрыспай-ақ қояйықшы, мен ораза едім. Бұзып алмайын. Себебі ұрысқаннан ораза бұзылмайды. Жаңағы айтылған дүние бар еді ғой. Жаман сөз сөйлеме, жаман нәрсе тыңдама, жаман нәрсе айтпа, барма деген. Сол оразаның сауабынан айырылып қалу қаупі бар. Мойныңдағы жүктен құтыласың, ештеңе жеп-ішпей, қатынастан тыйылғаның үшін. Бірақ ол амалға берілетін сауап бар емес пе? Содан айырылып қалу әбден мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір 2 әйелдің әлсіреп қалғандығы жөнінде айтылады. Ораза ұстаған әлсіреп қалды. Алып келіңдер деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алып келді, қасына екеуіне қаратты, бұл екеуі Алланың адал еткен асымен аузын бекітіп, хараммен аш беріпті деді. Я Расулулла, әлі ифтардың уақыты болған жоқ, бұлар аузын ашқан жоқ дегенде, олардың ғайбаттағандығы жөнінде хабар береді. Кесе қойғандарына алдына кәдімгі шикі ет жегендей қан құсады екеуі де. Сонда ғайбаттап отырып, оразасын бұзып жіберді дейді. Ораза бұзылған жоқ. Оразасы оның жаңағы парыз оразасы мойнында, бірақ содан берілетін сауап бар емес пе? Негізгі оразаның мақсаты да сол ғой. Содан олар айырылып қалды. Есінен танып қалу арқылы, құсу арқылы аузы ашылып кеткені сөзсіз. Аузы ашылып кетті, құссаңыз, әдейі құсатын болсаңыз, аузды толтырып, оразаңыз бұзылады. Олардікі бұзылды да, шында да. Не себеп болды соған? Ғайбат себеп болды. Яғни ғайбаттағандары үшін. Айтқым келгені, мен оразамын деп айтудағы мақсат рия емес, оразаңызды бұзып алмау үшін.
қазір айқайлайтын болсаңыз деп кетті, сонымен кейбір кісілер нервничать қойдым деп темекі шегіп жіберуі мүмкін артынан. Дұрыс па? Ашуланып, қатты нервтен давлениесі көтеріліп артынан дәрі ішіп барып оразасын бұзып алуы мүмкін. Сол үшін мен оразамын деу арқылы алдын алу керек.